Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 1 мамыр достар менен базарға барып қайық алдық. Сол қайықты қазір чешіп үрлеп, сол сәттерді сізге көрсетейік деп сіздерге алдабай ашайық. Еще спасательный жилет. Бронежилет. Мындай сөмбек екен. Biraz жерге жая береміз бе? Адам емес. Комплектілер екен. Легион 260. 70 қанша мың қалды ғой? 74 мың. О, нормально. Алдабай, насос. Қай жерінен үрлейсіңдер білесіңдер ме? Мынандай боковойында ғой. Боковойында ғой. Екі бөлек үрленеді екен. Мына жақ бір бөлек, мына жақ бір бөлек, е? Осы жақтан үрлейсің. Алдын үрле бірінші. Қанша минутта үрленер екен көбейік? Бір несін өзін 2 минут деп еді ғой. Сосын мынандай орындықтар алдық. Алғанда сыйлыққа берді. Міне осындай 2 орындық. Не болды, жалғанды ма? Бұралып кіремеген? Дұрыс па? Бит салып, бұралып қана қояды ғой, не? Oldu mu? Öyle yerinde kaltası var. Oşum kança minut örlüйтінімізді байқайық. Примерно 3-4 минутта өрлеп шықтық. Осындай екен. Легион 260, яғни ұзындығы да 260 ұзындығы. Бізге заказ бергенде артында мына жерінде мотор ілетін бір несі болу керек болатын, бірақ жоқ болып шықты. Бірақ болады енді. Мотор ілеміз бәріміз ол белгісіз. Осындай қайыққа қол жеткіздік, алға берді. Жеттер. Сен жанып жүрсің ғой жарқырап. Ал жігіттер бұйыртсын енді. Бұйыртсын. Давай. Оразаларыңыз қабыл болсын. Ұстаған жандарға. Ал бұйырса. Енді ол ораза ұстамаған жігіттер. Құйғанда көріскенше. Жоқ, қопада көріскенше. Қопаның көлінде. Бұйырса осы қайықпен барамыз. Алла бұйыртса. Көптен бері армандап жүрдік. Алдық. Елдер үш сақтанып, алдын ала жилеттерін алып жатыр. Все, жарайды, аман болыңыздар. Сіздерге де, рыбактарға осындай қайықтар тілейміз. Сәттілік.